Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында айраннан нәзік дәмді сүзбе, яғни творог дайындаймын. Бұл сүзбенің ерекшелігі өте нәзік әрі бір аптаға дейін қышқыл дәм татып кетпейді. 3 литр үйдің сүтін пісіріп алдым. Суыған соң бетіндегі қаймағын бөлек алып, сүтті жылытып, үстіне 2-3 ас қасық ряженка құйып, араластырдым. Бетін жауып, көрпеге орап 7-8 сағатқа қоямын. Одан ұзақ қоймаңыздар, айран қышқылданып кетеді. Тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе 1 күнге қойсаңыз болады. Мен айранды тоңазытқышқа 1 күнге қойдым. 1 литр айранды алып қалдым. 2 литр айраннан сүзбе жасаймын. Айранды орташа отқа қоямыз, араластырмаймыз. Себебі сүзбе өте майда болып кетеді. 2 минуттан кейін шетінен сары су бөлініп шығады. Оттың астын басып, жай отқа бетін жауып қоямын. Қайнаған уақыттан бастап 20 минут қайнатамын. Минут өткен соң осылай сары суының бәрі бөлініп шығады. Видеодағыдай пышақпен арасын бөліп шығамын. Қайтадан бетін жауып 15 минут қайнатамын. 15 минут өткен соң астын өшіріп отты, бетін ашып өз суында суытамын. Суыған соң сүзіп осындай тесіктері бар ыдысқа суы тартылғанша салып қоямын. Бетін жауып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа саламын. Сүзбе өте нәзік болып шығады, айран да қою дәмді болады. Сүзбеге осы айранды аз ғана құйып араластырып жеуге болады. Әсіресе кішкентай балаларыңызға осы сүзбені дайындап беріңіздер. 2 литр айраннан 0,5 килограмм сүзбе шықты. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраудың суретін басып қойыңыздар. Алда өзім жасап көрген рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.